Сәлеметсіңдер ме балалар? Өлкетану сабағына қош келдіңдер. Отырайық. Кезекші күн, бүгін сабақта кімдер жоқ? 5 бала жоқ. Ерназар, Іңкәр, Жансерік жоқ, Жасар жоқ. Иә, болады, Жасар жоқ. Қалған сөйлері рахмет отыра ғой. Балалар, бізде өлкетану сабағы бүгін. Өлкетану сабағында қазір біз алдымен топқа бөлініп алайық, бір-бірімізбен сәлемдесіп алайық. Алдарында ұшақ жатыр. Сол ұшақтың бір жақ шетіне бір-біріңе тілек жазыңдар. Dayımız, енді бәріміз орнымыздан тұрып, төртбұрыштан тұра қалайық. Жаңағы тілегіміз қабыл болсын деп, ұшақ, яғни алыстан хабар алғызып, қазір бір-бірімізге ұшақты ұшырайық. Қане ұстаймыз, бір-бір ұшақ болу керек, бір-бір ұшақ ұстайды. Тілектерді оқыңдарда, балалар өздерін көріп тұрғандай, әртүрлі ұшақ, егер және сары ұшақ болса, мына бірінші топқа отырамыз, көк ұшақ болса, екінші топқа отырамыз, жасыл ұшақ болса, үшінші топқа отырамыз, қызыл ұшақ болса, төртінші топқа тұра қалайық. Жақсы, бәріміз орналасып отырдық. Жаңағы қолымыздағы өзіміздің тілектерімізді алдық. Барлықтарға бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Енді жаңағы топқа отырдыңдар балалар. Топта қол аты тұр. Топқа назар аударыңызшы. Иә, осы топтың аты арқылы не ойлап отырмыз? Бүгінгі сабағымыздағы тақырыбы не болады деп ойлаймыз? Қане тағына кім? Иә, Нұрмедет. Біздің сабағымыз газет журналдар туралы. Иә, бүгінгі сабағымыз газет журналдар туралы дейді. Дұрыс айтты ма, тағы не қосаймыз, иә? Алдияр? Бұл сабақта туған еліміздің газеттері туралы айтамыз. Иә, сен байқадың, жаңағы әр жазылып тұрған топтың аты өзіміздің жергілікті газет журналдарға байланысты. Жақсы балалар, енді осы мынаған назар аударайық, тақтаға бір сәт. Сабақтың тақырыбы бізде бүгін жаңа өздерің айтқандай туған өлке публицистика беттерінде. Яғни біздің туған өлкеміз туралы қандай газет журналдарда жарияланған екен. Енді мына сөздерге бір миға шабуыл жасап жүрейік. Мақала дегеніміз не? Публицистика дегеніміз не? Очерк дегеніміз не? Жақсы, мақала дегеніміз не? Мақала қоғамда әлеуметтік мәселелерге арналған шығарма. Жақсы, публицистикалық жанрдағы шығарма. Ал публицистика дегеніміз не? Иә, Алдияр? Публицистика дегеніміз қоғам өмірі үшін маңызды мәселелерді талдау. Мәселелерді талдау деген ұғымда жұмсалынады. Иә, яғни оны қайда? Жаңағы газет журналдарда жариялау, иә? Ары қарай очерк дегеніміз не? Иә, Фатима? Очерк дегеніміз газет журналдарда жарияланатын мақаланың бір түрі. Иә, мақаланың бір түрі, әрі онда кішкентай күрделілеу, иә? Ол жерде көркем әдеби тілдер пайдаланылады екен. Сондықтан бұның барлығын бізде газет беттеріне жазатын кімдер?
болады. Ондай болса, қазір біз жаңа өздерің айтқандай, туған өлкеміздің газет журналдарымен аталып отыр екенбіз. Бірінші топ, міне, достық газеті туралы мақаланы оқи береміз. Жеке жұмыс барлығымыз оқи береміз. Семей таңы бойынша өлке тану кітаптарының 137 бетін ашыңдар. Соның ішінде Семей таңы туралы тұр, соны оқып аламыз. Үшінші топ, Абай журналы туралы аша қойыңдар. Абай журналы туралы ашып оқи береміз. Жеке жұмыс жасаймыз. Дидар туралы. Соңына дейін оқып болғандар болатын болса, және топпен бітірген жағдайда белгіні көрсетеміз. Ол біздің барлығымыздың қолымызды ұстап көтеру жолы. Жақсы, бізде 4-ші топ болып қойдық дейді. Дидар туралы оқып. Абай журналы болып қойды. Семей таңы болдық. Достық газеті болды. Жақсы балалар. Енді мынандай сіздердің алдарыңызда бағалау парақ жатыр. Бүгінгі бағалауды біз өзіміз бағалаймыз. Соған бағалау парағын алып, қарсақтарын алып, аты жөндерін жазып қойыңдар. Топ болғандықтан, топта жұмыс жасағандықтан, топ ережені міндетті түрде еске аламыз. Үнемі жұмыс жасағанда топ ережесін қоса естеріңе салып отырыңдар. Сол сияқты топтың ішінде хатшы, баяндамашы, соң кейін уақыт белгілеуші, көшбасшы өздерінің орталарынан сайлап алыңдар. Бірігіп жұмыс жасайсыңдар, топтық. Сондықтан бұл сендерге өте қажет. Топ ережесі міндетті түрде. Өз араларында бөлісіп алыңдар, рөлдеріңді. Жақсы. Ендігі балалар тапсырма мынандай бағалау парағына аты жөндерін жазып қойсаңдар, жаңа оқып шықтық, енді жұптық жұмыс жасайсыңдар. Жаңа оқыған тақырыптарыңды бір-біріңе баяндайсыңдар. Бір-біріңді толықтырасыңдар. Назерке мен Алдияр, Жансая мен Досжан, Бибадима мен Нұрмедет, екеуің жақсы.
журналдарымыздың шығу тарихы туралы айтып жатыр екенсіңдер балалар. Ендеше бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыздың мақсаты да сол балалар. Туған өлкенің газет журналдарын білу. Осы туған өлкенің газет журналдарында жариялаған мақалалар, очерктердің маңыздылығы сол туралы талдау жүргіземіз. Енді жұмысқа кірісеміз, ары қарай осы жаңағы оқыған сендерге рөлдерді бөліп ал дедім ғой. Соның ішінен бір баяндамашы шығып, өзінің газеттері, журналдары туралы айтсын. Газет алдарында жатыр міне. Біреу немеден бір баяндамашы шығу керек. Иә. Ордаға шығамыз, кім баяндамашы, ордаға шығ. Жақсы, қане? Жақсы, кішкентай бір-бірімізді тосамыз, иә? Кім бірінші айтады? Біздің енді жергілікті жерден бізде достық болғандықтан, бірінші достыққа кезектеген де қалғанымыз мұқият тыңдап отырамыз. Менің қолымда тұрған бұл достық газеті. Ол біздің газеті Шығыс Қазақстандағы ең бірінші хатшы Қарлығаш. Ол 1967 жылдан бастап, 1968 жылдан бастап бірінші Қазаннан осы достық газеті шығарылды. Оның ең başında Советтік жол деген атпен бірінші шыққан. Ал 1977 жылдың 23 мамырда ол Совет деген атпен шыға бастады. Ал 1962 жылдан бастап ол екі тілге аударылып шығарды. Онда ол достық және де дружба деген атпен шыға берді. Орысша, иә? Осы уақытқа дейін жаңағы социалды жол деп атпен 1930 жылдан бастап келді. Достыққа қанша жыл болды дейді? Иә, 90 жылдық мерейтойын тойлаған екен. Жақсы, қане от шашу берейік балалар. Отырамын. Келесі бізде Дидар, мына жақта Абай журналы, мына жақта Семей таңы дайындап отырмын. Шақырақ болсын бара ғой. Иә, жаңа атауы қазір кезек не екен? Дидар деп аталады екен. Рахмет, жақсы. Бір рет қане. Жақсы, от шашу беріп жатырмыз жаңағы. Сұқ саусақ беріп жатыр. Келесі келе қойды. Семей таңы. Семей таңынан. Келе қой. Қайсыңдар? Абай. Журналдан келе қойдар қайсың? Ордамызда біздің өлкенің журналы жақсы бір журналдардың бірі, міне біздің Абай атамызға арналған Абай журналы бар екен. Иә, жақындап, иә. Абай республикалық фольклорлық этнографиялық әдеби көркем 1918 жылы Жүсіпбек Аймауытов пен Мұхтар Әуезов негізін қалаған. 1992 жылы Сымқан Мұсаұлы оны жалғастырған. Абай журналы қазақтың ұлы ақыны. Абай өмірін тарихи әдебиеттерге зерттелуде. Ол Семейден 2 айда бір рет шығады. 1994 жылы ол республика бойынша бүкіл әлемде шыға бастады. Бұл жерде не туралы шығады екен көбінде? Аның ішінде тек қана Абай бар екен, сендер аттары бар ашып көрді ме? Иә? Иә, бұл жерде тек қана Абай журналы деп аталғанымен, бұның ішінде тек қана Абай туралы жазылған жоқ. Біздің өлкеміздің тарихы, шежірелері, үлкен зиялы қауымның біздің туған өлке туралы айтқан жырларына дейін осында жарияланған екен. Рахмет. Иә, келесі Семей таңы шағылыңдар. Келе ғой. Iya, nah, kira-kira.
Иә, Семей таңы. Семей таңы Шығыс Қазақстан еңбек Шығыс Қазақстан есе кезден публистика мен ағартушылық қызметін қалыптасқан өңір Яғни публицистикалық қалыптасқан өңір, иә, біздің ежелден шығысқа. Тарихтың талай сәттерін басынан өткізген қазақ зиялы қауымы 20-шы ғасыр басында бас біріктіріп, елдің көзі ашық болуына, интеллектуалды ұлт болып қалыптасуына барын салды. Бұлар алаш зиялылары еді. Олар 1917 жылы Алашорданың Семей облыстық комитетінің үні болған Қандай деп аталған дейді? Қане көмектесеміз Семей тағы Сарыарқа бұрынғы атауы. Сосын тағы да командасы көмектесеміз топ. Иә, тұрып айтамыз. Қазақ тілі газетінің нормасы деп аталған. Иә. Отыра қойыңыз. Міне балалар, біз өзіміздің туған өлкеміздің, яғни Шығыс Қазақстанда пайдаланып жүрген газет журналдарымыздың атын білдік. Енді мына жерде сендерге орысша әкеле жасап қойдым. Сол сияқты бізде орысша басылымда Рудный Алтай газет бар балалар. Рудный Алтай газет. Бұл да біздің осы Шығыс Қазақстанның жаңағы газеті екен. Бұнда да барлық Шығыс Қазақстанда қандай жаңалықтар болып жатыр, мәдени, спорт жаңалықтар, саяси жаңалықтардың барлығы осында орыс тілінде жарияланады екен. Біз бұны да білуіміз керек. Жақсы балалар. Енді қазір біз қазір өзіміздің жергілікті ақын Тоқтарбек Қызықбайдың Зайсан деген өлеңін сергіту сәтті есебінде, яғни поэзия минуты есебінде тыңдағымыз келіп отыр екен. Бізде үйден дайындалып келген балалар болса, шығып, сол кісінің өлеңінен үзінді айтып берсеңіздер. Жақсы. Тоқтарбек Қызықбайұлы, Зайсан. Алыста жүрсең, аңсарым менің, шелеркей қалсаң, кәусарым менің, кеудемде жүрек жарыла жазды, сүйемін сені, Зайсаным менің. Қырандай өшін қайсар елім, анандай дарқан жайғаным менің, іздесем тынбай өзімде мекен, табармын қайдан Зайсаным менің. Шындары асқақ заңғарым менің, маңырап сайқан тауларым менің, арайлап атқан таңдарым менің, Сүнбейтін үміт арманым менің. Асырса бойлап жүгірген жерім, табаным тасқа тілінген жерім, мұқуатшыды зулаған сай, қадір ыстық білінген жерім. Алыста жүрсем, аңсарым менің, шүдіркей қалсам, кәусарым менің, кеудемде жүрек жарыла жаздар, сүйемін сені, Зайсаным менің. Отыра қойыңдар. Осындай өлең жолдарымен өзіміздің жергілікті газетіміз Достық газеті бойынша жұмыс жасаймыз балалар. Оған дейін қазір бізде жергілікті осы Достық газетінің директор редакторы Нұргүл апайларының сендерге берген сұхбатын тыңдауға шақырамын. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін міне егемен елдің өрендері өздерімен кездескеніне қуаныштымын. Мен 90 жылдық тарихы бар Зайсан ауданының Достық газетінің редакторы Нұргүл Ильясқызы боламын. Алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынов айтқандай, газет халықтың құлағы, көзі, һәм тілі. Сондықтан да әрбір адам өзінің туған жерінің, яки тұратын жерінің тыныс-тіршілігімен таныс болу керек. 1930 жылдың 1 қазанынан бастап жарық көрген газет алғашында социалды жол деп аталып келді. Алғашқы номері макеттеген, яғни жасап шығарушы Саду Машах.
тек қана достық көңілмен қараймыз. Иә балалар, бүгінгі таңда интернет торабындағы әлеуметтік желілерде ақпараттар беріп толассыз. Алайда олардың көбі жалған ақпарат екені даусыз. Газетіміздің бірінші бетінде ауданымызда ел үшін атқарылып жатқан өркенді істер туралы, сонымен бірге ауданымыздың білімде, өнерде, спортта оза шауып лайық жүрген жас жеткіншектерінің жетістіктерін оқырман қауымға сүйіншілеп жеткіземіз. Сондай-ақ өзге беттері ауданның әлеуметтік экономикасына сүбелі үлес қосып жүрген іскер адамдар туралы мағлұматтарға толы болады. Біздің газетте оқушы жетістігі, оқушының жазғы демалысы деген айдармен қалам деп бөліп жіберіліп тұрды. ізденістерінің толағай табыстарының нәтижесі деп айта аламыз. Балалар өздерінің туған өлкелерінде Айнасы достық газетінің тарихы осындай. Әрбір адам өзінің туған жерін, туған елін құрметтеп сүю керек. Сөзінің соңын жерлесіміз белгілі ақын Тоқтарбек Қызықбайдың «Алыста жүрсем аңсарым менің, шөлге қалсам кәусарым менің, кеудемде жүрек жарыла жаздап, сүйемін сені, Зайсанның менің» деген әдемі өлең жолдарымен аяқтағым келеді. Жақсы, рахмет. Осы достық газеті бойынша жұмыс жасаймыз. Қазір мен 4 топқа 4 достық беремін. Топтық жұмыс жасаймыз. Өзімізді бағалап отырмыз деп ойлап отырмын. Бағалап отырсыздар ғой, бірнеше тапсырма кетті. Өзімізді бағалап жатырмыз. Бағалау парағымызды пайдаланып отырамыз. Жақсы. Енді балалар, мына жерде достық газетінде бұлай жасаймыз. Семей таңы газетінің ұстап отырғандай достықта Фокс әдісімен, яғни достықты ашып, барлығымыз мынаған сол оқыған бойынша жазып шығамыз. Ішінде не айтылған, не бар, бұл газет номерінде қандай жаңалықтар бар, жаңа айтқан мақалалар, туған жерімізді қандай мақалалар жазылған екен, не туралы жазылған екен, соны жазамыз. Достық газеті тобында, яғни фишбоун әдісі арқылы достықта не жарияланған айтады. Яғни фишбоун бізде балықтың қаңқасы әдісі арқылы. Мына жерде достық газетінің Абай журналы командасы плюс, яғни достықтың ішінде плюс қандай нәрселерді плюске айтасыз, не жетіспейді минусқа, қызықты қандай материалдар бар екен, соны жазамыз. Қане кетті, жұмыс, таймер. Бізге таймер 15 минутқа қойып қоямыз. Мұнда жерде кубизм әдісі арқылы достықты қараймыз. Оны сіздер немен салыстырасыздар? Дидармен салыстыр. Қане жұмыс жасаймыз. Уақыт кетті. Жақсы. Уақытымызды алмайық. 2 рет қол шапалақтайық. 1, 2, 3. Бұл бізде тыныштық. Қазір бізде бірінші болып қойған топ кубизм әдісін көрсетеді. Осы достық газетінің қалай шыққанын баяндамашы бізде Жансаяқ. Көрсете ғой. Нешеден ұстап тұрғанына ол біреу. Біреу шықтырасыз. Ажалған айналып. Бәріміз түгел мына кубизм, мына топтар түгел қарадық. Бәрімізге қажет достық туралы бұл кісілер не айтады екен? Бұл топ. Бізде кубизм әдісі берілді. Бірінші суреттеңіз. Достық газеті ең алғаш 1930 жылғы 1 қазанында шыққан. Ал екінші салыстырмыз дегенде біз егер де Дидар облыстық болса, достық аудандық. Дидар газетімен салыстырып ал дәлелдеңіз деді. Дидар газеті 1931-1939
газетте 90 доллар екен. Байланыстырыңыз дегенде, сіздер мен достық екеуі бір Шығыс Қазақстан облысында. Содан дегенде достық газеті отбасымен Ал достық газеті ортаға шығамыз. Жаңа мұнда фишбоун әдісі арқылы беріліп тұр. Бәріміз қараймыз. Яғни жақындырақ тұра ғой. Балықтың қаңқасы, басында қай жылдары шыққанын, қай жылдары осы достық газетін туралы атауы қашан шыққанын жаздыңдар дейі. Одан кейінгі біз осы жылдардың астыларына хатшыларын айта қойыңыз. Мысалы Айтмұхамбетов, Оралбаев. Келесі, Семей таңы тобы бізге қарап фокус арқылы достық газетіміздің Менің ойымша газетте халықтың құлағы керекті мағлұматтарды беретін қоғамдағы рөлге әрқашанда маңызды. себебі менің ойымша әртүрлі нәрселер айтып өте жақсы. себебі мен оны былай сеземін. Достық газетінде әрбір беттің атауы бар. Түрлі мағлұматтар, жаңалықтар бар. Және халықтардың өмірі туралы жазылған. Мына фактілермен мысалдармен дәлелдей аламыз. Әрбір парақтарында тақырыптар болады. Сол тақырыпқа байланысты мәліметтер беріледі. Көбінесе тақырыптардың тарихы айтылады. Осыған байланысты мен мынандай қорытынды жасағым келеді. Газетте өте маңызды ақпараттар берілген. Сонымен сен керекті ақпараттарды білуіне болады. Жақсы. Рахмет. Фокус арқылы біле жақсы нәрселер біліп алдық. Осыларды пайдаланып жүрейік. Достық газетіне отбасымызбен жазылайық. Жаңа айтты ғой. Келесі соңғы топ бізге Абай журналы тобы плюс, минус және қызықты деген әдіс арқылы біздің мына достық газетімізді айтып өтеді. Достық газетіміздің плюс жақтары. Бізде плюс жақтары ол біз білмеген жаңалықтарды бізге жеткізіп отырады. Және де кейбір біз білмеген мейрамдарды да осы достық газетіне шығарады. Ал минус жақтарына келетін болсақ, ол балалар білмейтін тақпа. Жаңалықтардың барлығы осы достық газеті арқылы бізге қайтеді екен балалар? Жетеді екен. Жақсы. Келесі балалар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бұл қорытындылағаннан мен өзім қорытындыланбаймын. Қазір біздің ортамызда кім тілші болғысы келеді? Кім тілші болғысы келеді? Сол сабақты қорытындылап берсе. Бәріміз анандай жаңалықтарды естігеннен кейін, анандай достық газетін, өзіміздің өлкеміздің газетін оқығаннан кейін тілші болып, журналист болулары келіп кеткен жоқ шығар, Пәне? Не деген көп журналистер бар бізде? Пәне келе ғой, шырай келші. Жақсы, жиналамыз. Тілші болғаннан кейін ол сендерге не істейді? Сұрақтар қойды. Ендеше бүгінгі сабақ бойынша сабақты мен шырайға қорытындылауға беремін. Досжан, сен осы достық газетінен не оқыдың? Мен достық газетінен Достық газетінің достықтың немесін қарадым? Тарихын. Адамдардың бұрынғы. Бұрын достық газетін кімдер басқарғанын, тоқтым дейді. Жаңа редакторымызды таныдың ба? Енді танып жүреміз, Нұргүл Қалықова апайлары. Жақсы, отыра ғой. Осы Дидар газетінің режиссері. Сұрағымды қалай дедің? Режиссер. Дидар газетінің редакторы білдеді? Ең бірінші редакторы Мақсат Қайшыбаев болған. Екінші бас редакторы Уәлихан Тоқтатаев. Жақсы, рахмет.
Семейтаны газеті туралы айтыңыз. Семейтаны 1917 жылы 24 маусымда пайда болған. Жарық көрген, не? Жақсы, басқа не білеміз? Біздің бұл да қай жерден шығар екен? Семей қаласынан шығар екен. Әлихан Абай журналының негізін қалаушы Мұхтар Әуезов пен Толтырып жібереміз, қазір маңайында отырғандар, Мұхтар Әуезов негізін салған қалаушы. Жақсы, негізін қалағандар осы, жақсы. Ал Абай журналында тек қана Абайдың шығармалары туралы, Абай туралы ма? Абайдың өмірі, ақындық, айналасы, тарихы, сондай-ақ әдебиет пен тарихи зерттеумен зерттей білетін бірден бір басылым. Жақсы. Жалпы да мен келе ғой. Рахмет. Мен тілшінің өзіне қояйын деп тұрмын. Бүгін қандай газет журналдармен таныстық? Туған өлкеміздің. Достық газеті, Дидар газеті, Семей таңы және де Абай журналы. Абай журналы, сосын жаңа орысша шығатын қандай газет айттыңыз? Жақсы, Родный Алтай газеті, Родный Алтай газеті. Отыра ғой. Жақсы балалар. Біз жергілікті жердегі газет журналдарымызды білдік. Оның ішіндегі жаңа өзіміз айтқан мақала, очерктер жазған журналистер, тілшілер туралы білдік. Жалпы кімдерді айтасыздар? Қазіргі жас журналистерді мақаланың қорытындысын шығара қойыңдар. Қойған балдарыңды қосып, астында сол дескрипторларды қосып, қорытындысы неше бал екенін өздері шығара қойыңдар. Шығарып қойғандарымыз, қол көтеріп отырамыз, болып қойғандарымыз өзімізді бағалап қойғандарымыз. Есептеп бағалап қоямыз. Кім бағалап өзім болды? Үйге тапсырма. Үйге тапсырма. Міне, біз бағам беріп, публицистика, газет журнал деп айтып жатырмыз. Сондықтан мақала жазамыз. Біз оны әдебиет сабағында мақала жазып, эссе жазып, мақаланы жазып, жаңағы сияқты осындай газет публицистикалық беттермен жұмыс жасап жүрміз. Сол мақсатта үйде алдымызда қандай мереке келе жатыр? Тұңғыш президент күні келе жатыр, одан кейін тәуелсіздігіміз келе жатыр. Биыл неше жыл тәуелсіздікке? 30 жыл. Сондықтан ойымызды жинақтап, мектебімізде болып жатқан шараларда, білетін болсақ, өзіміздің сыныбымызда болып жатқан шараларды кірістіріп, мақала жазамыз. Егер сол мақаланы оқып көріп, оны толықтыратын болсақ, жергілікті өзіміздің жаңа айтқан достық газетіне жариялау. Жақсы. Енді қазір бір-екі топтан бағалауды сұрайық, балалар. Мына бағалау. Қане өздерің Нұрмедет неше баға? 2, 14 ұпай. Бұлай қарай 14 ұпай. 14 ұпай. Ол неше? 5. 14 ұпай, 5. Өзің соған лайықтың деп отырсың ба? Топта қалай жұмыс жасағандар жаздық, Жақсы, тағы да біреу. Мына жақтан азаматқа берейік, азамат сөйлесін. Менің балам 16 бал. Мәтінмен жұмыс жасадым, андақ жерде дескрипторда жазып тұр, мәтінмен жұмыс жасадым. Жақсы. Мына жақта бізде Назетке сөйлей ғой. Қалғанымыз қазір маған топ жинап, жетекші жинап отырсын. Бақылау қараған, сол арқылы жинап аламыз. Ау. 9 бал. 9 бал. Себебін айта ғой. Өзімдің ойын қоса алмадым. Жақсы ойын айтып жатыр. Топтан өзімнің ойымды қоса алмай қалдым дейді топтық жұмыста. Жақсы, мына жерден бізден Арна сөйлей ғой. Мен мәтін бойынша 13 бал алдым. Иә.
өзіңнің топпен жұмыс жасағаның, өзіңе қойған бағаң, өзіңе дәлелдей аласың ба сол төрттігіңді? Иә? Айта ғой. Кемшіліктер кетті ма? Толықтыра алмай қалдың ба? Жоқ әлде белсенді қатыстың ба? Толықтыра алмай қалдым. Иә, кішкентай толықтыра алмай қалдық, иә? Отыра ғой. Балдар, барлығымызда сондайлар бар деп ойлап, иә? Кішкентай бір толықтыру, әлі де балдар, оқуымыз керек. Көркем әдебиеттерді оқуымыз керек. Үйге келетін газет журналдарды оқуымыз керек. Және жақсы жарнамалағанмен бірдей болды. Біз отбасымызбен достық газетін оқимыз еді. Иә, және мына топтар солай айтты. Өте жақсы. Енді балдар, сабағымызға тазалық әдісімен бүгінгі сабағымызды аяқтайық. Алдымызда стикер жатыр. Сол стикерға әркім өзінің атын жазып, бүгінгі сабақта оқу мақсатындағы екі мақсатқа қол жеткіздім, барлық нәрсені алдым, қосымша оны чемоданға саламыз. Ал енді жаңағының бәрін айта отырып, және балалар айтып жатыр, толықтыра алмай қалдым, осындай қосымша материалдар іздеп оқуым керек деген балалар ет тартқыш машинадан өткіземіз жаңағы білімімізді. Одан кейін бұл мәліметтің бәрі маған қажеті, өзіме қажетісін алдым да, қажетісін барлығын қоқыс жәшігіне лақтырдым деген балалар осы тақтаға шақырамыз. Отыра қаламыз. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Мына жәнегі тазалыққа қарайтын болса, бүгінгі сабағымызда көп бала өзіне мәліметтерді алып кетеді. Оны дұрыстап тұрып, біздің бәрі ойымыздан өткізіп, өзімізге қажеттімізді алып екен. Бір-екі бала әлі мен оқуым керек, толықтыруым керек дейді. Сондықтан бізде кітапхана бар. Мына жерде кітаптардың барлығы балалар біздің осы достық газетіндегі жарияланған материалдардың бәрі осы кітаптарда бар. Яғни және достыққа 90 жыл деп жатыр. Сондағы бұрынғы журналистер, редакторлар, тілшілер, осылардың барлығы тарихы осы кітаптардың ішінде бар. Бұл кітаптарды сендер өзіміздің кітапханадан және өзіміздің аудандық орталық кітапханадан алып оқуларына болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.